IT құқық саласы бойынша магистратура бағдарламасын толық түсіндіретін боламыз. Бізге эфирімізге қонаққа құқық факультетінің магистратура бағдарламалары бойынша координатор Абай Мағауия келді. Жалпы бірінші сұрақ, IT құқық деген не? Оның басқа құқықтан қандай айырмашылықтары бар? Бізден әрқашан осы сұрақты сұрап жүр. Сол себепті сіздерге ашығынан тереңнен былай түсініп беруіміз дұрыс болады. Негізі былай құқық жалпылама екіге бөлінеді. Ол жария құқық болып және жеке құқық болып бөлінеді. Жария құқықта сіздер көбінесе үйренген кезде, зерттеген кезде мемлекеттік қарым-қатынастарда, одан кейін халықтың ұйымдық қарым-қатынасты зерттейсіздер. Ал жеке құқықта ол жеке адамның өзіне тиесілі жеке ғана құқығын қарастырасыз. Ол жеке адамның жеке тұлға болуы мүмкін, одан кейін ол тұлғаның компаниясы болуы мүмкін дегендей қылып бұл тарапты ғана қарастырасыз. Ал IT құқығы негізі ол IT саласы қазір өміріміздің бүкіл жеріне кіріп жатқандықтан сіздер IT-ді бір бөлек қылып жинап қоя алмайсыздар. Сол себепті ол әр салада болсын, әр бағытта болсын кішігірім бөліктен тұрғаннан кейін ол заңнамалық тұрғыдан әр саланың кішігірім бір бөлігін қамтыған болатын. Сол себепті IT құқық деп негізі ондай түсінік жоқ. IT құқық деп ол осы бөлінген заңдардың жиынтығын біз IT құқық деп атаймыз. Мысалы мемлекетті цифрландыру болсын, дербес деректерді қолдану болсын, электронды коммерция болсын, барлығы келіп осы IT құқықты негізі жалпылама құрайды. Ал қазір осы саланың мамандары шетелде қаншалықты жұмыс жасап жатыр және Қазақстанда ондай мамандар бар ма? Негізі Қазақстан туралы айтатын болсақ, ондай мамандар саны өте аз. Және біз өткен жылы компаниялар зерттегенімізде консалтинговый компаниялар болсын, құқықтық фирмалар болсын, оларда бір Қазақстан бойынша тек 2-ақ немесе 3-ақ компанияда ғана IT құқық отдел болатын. Қалғандарында ол IT құқық отдел емес, бірақ IT құқықтың белгілі бір кішігірім бір бөліктерін ғана қарастыратын бөліктер болатын. Ал жеке тұлғалар ретінде болсақ, оларда саусақпен санарлықтай, және де олар өз саласында шынымен атақты, және де IT құқық бойынша кімге бару керек деген кезде жоғарыдағы үлкен обороттағы кісілер негізі олар біледі. Ал шетел туралы айтатын болсақ, шетелдік IT құқықтан асып өткен, біз қазір бағана айтып кеткенде заңнаманың көптеген бөліктерін бөлек алады деген кезде, олар қазір IT құқықты бөлек қарастырмайды. Олар тек қана дербес деректерді зерттейтін компания, дербес деректерді үйрететін магистратура, одан кейін бағана айтып кеткендей интеллектуалдық меншіктің IT компанияларда қалай ол қорғалады, жүзеге асатынын үйрететін магистратурамен тек қана сонымен айналысатын арнайы компаниялар бар. Осы бір Эстониядағы барғанымызда біз бір IT компаниямен сөйлескен болатынбыз. Ол прибалтикалық мемлекеттердің арасындағы номер 1 құқықтық фирма болатын. Олар айтатын, оларда тек қана бір 25-ақ қана IT компания болатын. Олар 25 IT компанияның құқықтық сопровождениесін жасап, Прибалтикада 3-4 мемлекеттің арасы бірінші орынға шығып тұрған болатын. Оның айтып кеткен ең күшті сөзі бар. Негізі сол мемлекетте IT-шинтардан гөрі IT лойерлар көбірек ақша табады. Көбірек ақша табады, бір $10, $20 көбірек емес, 2 есе, 3 есе көбірек ақша, сағатына ақша табады екен негізі. Сол себепті өте бір қызық тенденция десем болады екен негізі. Сізде осы сала бойынша енді шетелде білім алып келдіңіз ғой, тәжірибе жинадыңыз біраз. Қазір енді магистратура бойынша, бакалавр бойынша да осы жинаған тәжірибеңізді факультетте оқыту барысында қалай қолданасыз? Өте жақсы сұрақ. Біздің факультеттің арқасында олардың көмегімен бағытымен кезінде Швейцарияға Всемирная организация интеллектуалды собственностьға жіберген болатын. Одан кейін Чехия мен Эстонияда IT құқықтары біраз дамыған болатын. Олардың университеттерімен, олардың программаларымен таныстырып жіберген болатын. Және де қосымша факультетпен біз Россияның және Украинаның Digital Law деген программаларынан өтіп шыққан болатынбыз. Біз соңында мынандай бір қорытындыға келген болатынбыз магистратураны өткен жылы ашып жатқан кезде. Шетелде олар IT құқықтан асып өтіп, оның арнайы тек бір бөлігін ғана зерттеп жатыр. Себебі, мысалы, тек қана бір дербес деректер бойынша Google компаниясы 2018 жылы $5 миллиард айыппұл төлеген. 2018-де тек қана Америка құрама штаттарында. Ал Facebook болса, бір 5 миллион евродан
әр жыл сайын сондай төлемақылар өтіп жатқаннан кейін олар дербес ерікті бір бөлек оқытады, интеллектуалдық меншікті бір бөлек оқытады. Бірақ Қазақстанның рыногы оған әлі енді ғана дайын болып бара жатқан себебінен біз IT құқығының қай маманды алады және IT құқығы қай IT компанияның тұруына тікелей көмектеседі, сол салаларды алдық және сол салалармен құрастыра отыра біз программамызға IT құқықтың қалай ашылып, қалай жүзеге асып, интеллектуалдық меншігін қорғап, одан кейін қалай компанияның жабуына дейін соған орай программа жасаған болатынбыз. Ал осы программа бойынша магистратурада тағы қандай мамандар сабақ береді? Көбінесе практик мамандар ма, жоқ әлде академиялық білімге көп сүйенетін мамандар ма? Біз факультетте көбінесе практик мамандарға өте үлкен баға береміз. Себебі теориялық тұрғыдан білетін мықты адам, бірақ практикадан кішкене сәлдеу дұрыс білмесе, сабағы толығымен қамтылмайды. Ал IT құқығы ол жаңа сала болғандықтан және де IT-дің өзі жаңа әлемге келіп жатқандықтан бұл жерде көбінесе практиктар көбірек білімге ие, теоретиктерге қарағанда. Және де андай кітаптарды қарасаңыздар, қазір IT құқығы бойынша, андай құқық бойынша көптеген кітаптар таппайсыз негізі. Сол себепті біз бағана айтып кеткенде Қазақстанда санаулы ғана деген кісілер солар бізде сабақ береді. Олардың қызықты кейстерін айта кетейін. Мысалы бізде IT құқықты Дмитрий Братус ағайымыз сабақ береді. Оның ең күшті кейстерінің бірісінде мен онымен соттасқан кейсін айтсам болады. Онда олар бір документ жасаған кезде бір азаматтың құжатын емес, бір азаматтың жұмысын көшіріп алған болатын. Ол сол сотпен соттасып, олар жеңген болатын. Одан кейін осы Дмитрий Братус Ама ТВ-дің құқықтарын қорғап, Copius деген бір компания бар, российский. Ол компания Ама ТВ-ға 2,5 миллиард теңгеге мөлшерінде арыз жазған болатын. Олар кейс бір 2 жыл, 3 жылдай болып, ең соңында олар жеңіп шыққан болатын. Және де құқықшылар оны біледі. Параграф деген сайт бар. Бүкіл юристтердің қолданатыны, оның база данныхын тіркеген, осы біздің Дмитрий Братус. Одан кейін айта кететіне, бағана мысалы IT компанияларда және IT құқықта ең қатты көңіл бөлу керек және бөлу керек тоңғыз детальдардың бірісіне біз инвестицияны кіргіземіз. Компанияға жаңа партнердің келуі, ол компания басқа біреу сатып алу, ақша құю деген мәселесінде. Қазақстанда қазір Mercury Properties деген компания бар. Ол компанияның меншігінде Қазақстан бойынша және де Дубай қаласына және басқа бір мемлекеттер меншіктері бар. Әлем бойынша 800 мың квадрат метрден аса олар меншіктері бар. Олар сіздердің білетін біраз андай Алматыда болсын, Астанада болсын, Шымкентте де болсын, барып жүретін торговый дом, неше түрлі центрлардың оларға да тиесілі. Сол компанияның юристі бізде сол корпоративтік құқықты түсіндіреді. Компанияны сатып алған кезде қандай моменттер түсіну керек, компания шешім шығарған кезде қандай тоңқысыр білу керек дегенді алып. Және де бізде мысалы киберқауіпсіздік сабағы бар, электрондық коммерция бар. Қазақстанда ол қатты дамымаған, бірақ бұл сабақтарды біз беруге болашақтың түлектеріне беріп жатырмыз. Олар да қазір жұмыспен айналысады. Және де олар шетелде сол бағытта оқып келген. Солардың күшті тәжірибесімен таныссаңыздар болады сабақ барысында. Өте керемет. Ал мысалға осы магистратураны таңдап жатқан талапкерлер, яғни магистратураға түсушілер, қандай бэкграунд болу керек оларда? Мысалы, кез келген мамандықты бітіріп, бірақ осы магистратура бағдарламасы бойынша IT-лоға түсе ала ма? Қандай дайындық керек? Негізі ең жақсы дайындық, бағана айтып кеттік қой, біз құқық негізі екіге бөлінеді, жеке құқық және жария құқық. Сол жеке құқықты сіз жеке құқықтың ішінен азаматтық құқықты тереңірек үйренсеңіз дұрыс болады. Сол кезде сабақ барысында сіз көп мәселені жақсырақ түсінетін боласыздар. Бірақ мүлдем уақытыңыз болмай ондай болып жатса да ол да проблема емес. Себебі бізде магистратурада пререквизиттер бар. Құқық мамандығын бітірмегендерге біз ол жақта азаматтық құқықты тереңнен үйретеміз. Қосымша содан білім ала берсе болады. Жалпы мен көп кісілерге айтамын, егер ол адам корпоратив құқықта номер 1 болғысы келсе, оған бір 8 жылдай, 7 жылдай керек болады. Біреу интеллектуалдық меншіктен номер 1 болғысы келсе, оған бір 12 жыл, 10 жылдай тағы да уақыт кетеді. Бірақ IT құқықтан сіз мықты болғыңыз келсе, егер дұрыс оқып жүрсеңіз, мен ойлаймын 2 жылда күшті жетістікке жете аласыз. Сол себепті
қазір IT лойерлар аз болғандықтан сізге біздің берілген курсты жақсы оқып шықсаңыз, одан кейін жұмыс жасауда басқа жақтан сіз үлкен өте көп перспективалар ашылады. Сол себептен қатты үлкен дайындық келмес, дайындалсаңыздар сол жеке құқықтан дайындалсаңыздар. Қазір жалпы онлайнға өтуге байланысты виртуалды әлемде, диджитал әлемде осындай құқықтық мәселелер көп туындайды, иә, соларға байланысты жұмыс табу ондай мәселе болмайды деп ойлаймыз. Ал жалпы осы әр бағдарламаның спецификасы әртүрлі болады ғой. Сіздің бағдарламада оқуда енді бітіріп жатқан, қазір осы 20-шы жыл бітіріп жатқан түлектер бірден осы магистратураға түсіп кете ала ма, әлде олар бірнеше жыл жұмыс тәжірибесімен білікті маман болып келу керек па? Негізі келе бергендері дұрыс. Себебі бізде көбінесе практиктар үйреткен екен. Олар бірақ практик жай ғана практик емес. Олардың арасынан мысалы Дмитрий Братис, ол өзі докторантураны бітірген, андай магистратурасын бітірген, оларда мықты теоретиктер, мықты практиктар. Сіздерге тек қана теоретик сабақ берген кезде сіздің практикалық бэкграундыңыз мықты болу керек. Бірақ мұғалімнің теоретикалық және практикалық білімі жақсы болғаннан кейін бакалавр бітіре беріп келе берсеңіздер болады. Ол жақтан мұндай ешқандай проблемалар туындамайды. Енді оқу процесі туралы көп сұрақ келіп жатыр негізі. Сұрайыншы, оқу формасы қандай? Қашықтықтан оқуға бола ма, онлайн ба, әлде тағы да басқа түрі ма? Сол туралы түсіндіріп кетсеңіз. Оқу формасы бойынша былай айта кетейін. Бізде негізі екі бағыт бар. Жеке құқық бағыты бар. Бағана айтып кеткендей жалпылама және IT құқығы бар. Біз осы екі бағдарламаны толығымен онлайн жүргізудеміз. Тек қана сессия кезінде, бірақ қазір пандемия, коронавирус үшін біз сессияны да онлайн өткізу мәселелерін қарастырып жатырмыз. Және тәжірибе кезінде офлайн келулеріңіз керек болады, бірақ сабақ, лекциялар тыңдау, семинарлардың барлығы онлайн режимде өте береді. Тек қана пандемияға байланысты ғана онлайн өтеді, ал бірақ қанша рет келу керек бір семестрді? Оны немесе оқытушы шешеді ме? Негізі бірінші семестрдің соңында әр пәнге бір реттен келу керек. Бірақ коронавирус, басқа қауіптер жоқ болса, ол кезде егер қаупі қайтадан қалып жатса, ол кезде даже келмей қойса да болады негізі. Яғни онлайн, толық онлайн өтуге де негіз бар. Негізі басқа университеттерден айырмашылығымыз, басқа университеттерде онлайнға енді көшіп жатыр, соңғы семестрден бастап. Бірақ бізде 2 жылдан аса тәжірибе бар. Магистратура біз бұрыннан бері онлайн болатын, сол себептен яғни онлайнда біздің тәжірибеміз өте мол, иә? Иә. Онда ешқандай уайымдайтын себеп жоқ. Көбісін сұрайтын сұрағым не гранттар туралы. Қанша грант бөлінген, сол туралы айтып кетсеңіз магистратураға? Магистратураға бізге 125 грант бөлінген. Сіздерге қосымша ақпарат айта салайын. Негізі өткен жылы тапсырғандардың қателеспесем бір 30-40-қа жуығы экзаменнан өте алмаған болатын. 30-40 жуығы орталама балдан жоғары қалғандардың көбісі грант алды. Орталама алғандар грантқа ие бола алмай қалды. Және де мысалы IT құқыққа біраз адамдар қызыққаннан кейін, олар құқық бойынша экзамен тапсыру керек болғандықтан көбісі қиналған болатын. Біз осы жылы оны алдын ала отырып, ақысыз курстар жасаған болатынбыз. Аптасына сізді 2 рет именно құқық бойынша экзаменға дайындайды. Және де ағылшын тіліне аптасына 1 рет пробный экзамен өтіп, дайындалып машықтана берсеңіздер болады. Жалпылама орталама балдан кішкене жоғары балл алсаңыздар, мен ойлаймын бір грантқа өйткені биылда да магистратураның гранттары, яғни конкурстық негізде бөлінетіндіктен, сіз ең алдымен кешенді тестілеу тапсырасыз, одан кейін университет таңдайсыз, яғни бұл жерде конкуренцияға байланысты қанша адам бұл мамандықты таңдайды және олардың ұпайлары қандай деген сияқты, сондықтан грантқа түсуге мүмкіншілік көп. Және де тағы бір жақсы нәрсені айтып кетті Абай мырза, магистратураға кешенді тестілеуге дайындық курстары жүргізіледі екен. Ол жөнінде толығырақ бізге жазсаңыз, біз міндетті түрде байланыс нөмірлерін береміз, және сол арқылы соның көмегімен дайындалсаңыздар болады. Келесі сұрақ, Абай мырза, енді бізде СДУ-да барлық оқыту тілі толық ағылшын ғой негізі. Ағылшын тілін қаншалықты білу керек? Жалпы маңызды ма ағылшын тілін білу? Бізде IT құқығы ол тек қана орыс тілінде өтеді. Сол себепті ағылшын тілі білу қатты маңызды емес, бірақ жақсы материалдармен танысқыңыз келсе және диссертацияны жақсы жазуыңыз үшін
ағылшын тілін жетік меңгерген негізі ол артық етпейді, иә? Иә. Бірақ бізде оқу тілі орыс тілі болғаннан кейін ағылшын тілін білсеңіздер білмесеңіздер қатты қиын емес. Қазақ тобынан оқып келгендер де негізі андай орыс тілін жалғастырып алып кете алады, себебі андай қатты қиын емес деп ойлаймын. Және де қазір IT құқықты түсініп алып, одан кейін жұмыс жасау, ол осы мамандарға өте үлкен плюс болады деп ойлаймын. Енді үлкен жастағы адамдар бұл магистратураға қызығатын болса, олар көбісі енді ағылшын тілінен қиналып жатады, иә. Сондықтан орыс тілінде өтетін болса, ол өте үлкен артықшылық болады деп ойлаймыз. Үлкен кісілерге байланысты қосымша айта кете салайын. Мысалы, осы жылы бізге 40-тан асқан прокурорлар болсын, судьялар болсын, IT құқығы мамандығына магистратурасынан тапсырып жатыр. Біз бағана айтып кеткенде, біз ағылшын тіліне де дайындық курсаты қойған болатынбыз. Сізге андай өтетін балды жинасаңыз да жеткілікті болады. Сол себепті ағылшын тілінен де дайындаймыз, құқықтан да дайындаймыз. Егер сіздің қалауыңыз болса, оқимын деген ешқандай кедергі болмайды деп ойлаймын. Ары қарай жалғастырайық. Жалпы, мысалға, жұмыс басты адамдар бұл мамандыққа қызығатын болса, олар қалай оқи алады? Мысалға, қанша уақытын сабаққа бөлу керек, олар үлгере алады ма, және үй жұмысына қандай формада болады деген сияқты сұрақтар мазалайды. Бізде сабақ тек қана жұмыстан кейінгі уақытқа қойылады. Біз тек қана сағат кешкі 5-ке жылжытылуы мүмкін, бірақ көбінесе сағат кешкі 6-тан басталады сабақтар. Және де біз тек сенбіге қоюға тырысамыз. Жұмыс уақытыңызға біз сабақты қоймауға тырысамыз. Сол себепті бүкіл сабақтар жұмысыңыздан кейін болғандықтан жалпылама үлгересіз деп ойлаймын. Біздің мысалы андай үй жұмыстары қатты өте қиын емес. Негізі көбірек қатысып жүріп, сізге берген материалды оқып жүрсеңіздер, жалпылама үлгересіздер. Себебі біздің программа андай жұмыстан кейінгі уақытқа қарастырылған болатын. Сол себептен жұмысқа қатты әсер етпейді негізі. Яғни өте ыңғайлы, иә? Жақсы. Ал тәжірибеден өту мәселесіне келсек, енді сіз айтып жатырсыз, біз көбінесе тәжірибеге көп мән береміз деп. Тәжірибеден қай жерден өте алады? Жұмысқа тұруда қандай көмек бере аласыздар? Бізде негізі мынау IT құқық екі бағыты бар, екі IT құқығы бар. Біреусі 2 жылдық, біреусі 1,5 жылдық. 2 жылдық ол ғылыми педагогикалық болады. Сіз одан кейін IT құқығы бойынша пәндерді бере аласыз, немесе сол жақтағы пәндерге байланысты сабақ жүргізіп аласыз. Мысалы, қазір бакалавриатта 4-ші курс айтишниктарда бізде IT құқығы оларға қойылған болатын. Бізде бакалаврда да 4-ші курста олар өтіп шығады. Ол жерде сіз тәжірибені немесе СУ-да өтесіз, немесе бізде научный центр IT и право деген бір ұйым бар. Сонымен байланысты келісімшарттар бар. Ол ұйымда өте аласыздар. Олар бағана айтып кеткендей, мысалы қазір жаңа технологиялық туындаушылар искусственный интеллекттің құқықтық реттелуін зерттейді. И олар егер проекттері бар болса, сол проекттерге қосылып, мүмкін ақылы түрде, мүмкін ақысыз түрде өте бере аласыз. Ал бағана 1,5 жылдық ол сіз сабақ бере алмайсыз, бірақ болашақта мықты маман болып жатсаңыз, сабақ бере беруге болады. Ол 1,5 жылдық бойынша бізде негізі СДУ IT бойынша Қазақстанда бірінші орында деп көбісі айтады, және де көптеген IT компанияларды ашып жатқан, көптеген IT компаниялар жұмыс жасайтын біздің осы СДУшниктар. И көптеген IT компанияларға выходымыз бар. Сол себептен IT құқықтың тәжірибесі бізге оңайға түседі. Ал соңғы жылдары біз факультет болып құқықтық фирмалармен, консалтинг фирмалармен өте күшті қарым-қатынас жасап жатырмыз. Оларда да бізге айтқан болатын, что IT Law департаментін ашып жатырмыз дегенде ғой. Ол жерге де егер күшті нәтиже көрсетсеңіздер, ол жерге де жіберуіміз мүмкінбіз сіздерді. Яғни тәжірибе етуде ешқандай қиыншылықтар жоқ, мүмкіндіктер көп дейсіз, иә? Кешенді тестілеу туралы тағы бір сұрақ. Қандай пәндерді тапсыру керек кешенді тестілеуде? Кешенді тестілеуде негізгі 3 экзамен бар. Біреусі ағылшын тілі бойынша болады, екіншісі ол психологиялық тест, үшіншісі ол профильдік экзамен. Бағана айтып кеткенде профильдікті негізгі 2 бағытты тапсырасыз. Біреусі тест болады, ол мемлекет және құқық теориясын тапсырасыз, одан кейін кейс шығаруыңыз керек болады. Біз осы екеуіне бөлек-бөлек сабақ жүргіземіз, дайындық жасап шығамыз. Және сол ағылшын тілінен. Негізгі осы 3 экзамен. Ал диссертация жазу туралы айтсаңыз, диссертация жазады ма?
оны қорғай ма? Осы Қазақстанда барлығының қорқатыны, уайымдайтыны диссертация. Көбісі соны қорқады. Бірақ бізде мүлдем қорықпай қойыңыздар, өйткені біз ол қорқынышты біле отыра, біз магистратура 2 пәнге енгізілген боламыз. Біріншісі ғылыми жұмыс жазу, ғылыми мақала болсын, сіз семестр бойы сізге жазуды үйретеді. Қалай ғылыми мақала жазылады, андай статьялар болсын, солар қалай жазылатынын үйретеді. Және 3-ші семестрда біз пән қосқанбыз, диссертацияны жазу деген тікелей соны аталады. Сіз диссертацияны жазып, үйреніп, бітіріп, 3-ші семестрда бітіресіз. 4-ші семестрда тәжірибеңізден өтіп, тек қана қорғау жасайсыз. Сол себептен андай диссертация жазуға шейін біз ойластырамыз, сол жақтан қатты ойнамасаңыз болады. Және де бір күшті мәселені айта салайын. Біз негізі бағдарламамыз IT құқықты жалпылама аламыз ғой. Бірақ диссертациядан сіз қай саланы таңдасаңыз, мысалы дербес деректер, немесе интеллектуалдық меншік, немесе соған байланысты андай корпоративтік құқық болсын, сіз диссертацияңызды тереңнен зерттеп, одан кейін сол саладан сіз 2 есе мықтырақ бола аласыз негізі. Сол себептен андай диссертация сіздерге өте пайдалы болады. Ал құжат тапсыруға қанша уақыт қалды және қандай құжаттар керек? Құжат қазір ең маңыздысы бүгін 10 шілде ол тест центрге тіркелу. Құжат тапсыру ол кейінірек болады. Қазір сіз бағана айтып кеткен тестке, экзаменге тіркелуіңіз керексіз. Ол тіркелу 15-не дейін болады. Қаласаңыздар, сіздерге маған жазсаңыздар, хабарласаңыздар, ссылкасын жібере аламын. Ол жерге сіздерге ЭЦП керек. Сол ЭЦП-мен кіріп тіркеле аласыздар. Ол жерде сіз экзаменнің ақшасын төлеуіңіз керексіздер. Экзамен ақшасы қателеспесем 8200 теңге көлемінде. Егер соны төлеп жасасаңыздар, қосымша документтеріңіз мүлдем тапсырмайсыздар. Флюорография тоже тапсырмайсыздар. Тек қана тіркелесіздер ЭЦП-мен ақшасын төлеп, экзамен тапсырасыздар. Одан кейін ғана августта документтеріңіз, құжаттарыңыз тапсыратын боласыздар. Осы тіркелу бойынша, құрметті көрермендер, жақында біз видео дайындаған болатынбыз, видео нұсқаулық. Сол видео нұсқаулықты YouTube каналымызға жүктедік. Біздің SDU-KZ деп аталатын YouTube каналға кіріп көрсеңіздер болады. Орыс тілінде как зарегистрироваться на КТА магистратура деп тұрады, шатаспасам атауы. Қазақша, орысша нұсқаулық бар. Сол жерден көріп тіркелсеңіздер болады. Абай мырза айтып кеткендей, тіркелудің соңғы күні 15 шілде. Міндетті түрде тіркеліп үлгеріңіздер, одан кейін ары қарай құжаттарыңызды ақырындап асықпай тапсыратын боласыздар. Жалпы біздің бүгінгі тікелей эфиріміз ойлаған тақырыптарымызды қамтыды. Қазір мына жерде бір сұрақ бар екен. Ғылыми математиканың бакалавры дейді, IT-лоға магистратураға түсе алады ма? Өкінішке орай түсе алмайды. Мен сіздерге мамандықтарды қысқаша айта кетейін. IT-ло мамандығына кімдер түсе алады? Ол менеджмент и управлением бітірген, экономика, менеджмент, мировая экономика, государственное и местное управление, одан кейін учет и аудит, государственный аудит, оценка, финансы, маркетинг, организации нормирования труда, юриспруденция, межправо, таможенное дело, одан кейін стандартизация, сертификация мен метрология деген бағытта бітірген бакалаврлар ғана оқуға түсе алады. Осы жылы спецификация деген туындаған болады. Тек қана осы маман иелері бізге тапсырылады. Яғни осы аталған мамандықтың бакалаврын бітірген мамандар бар болса, осы IT-ло магистратура бағдарламасын таңдап, құжаттарыңызды тапсырсаңыздар болады. Жалпы сұрақтардың барлығы осындай. Бакалавр басқа болса қалай тапсырамыз деген сарындағы сұрақтар. IT-ло дегенде көпшілігінің ойынан андай ой келеді. Міндетті түрде программалау тілін білу керекпіз ба, айтишник болу керекпіз ба, сонда ол деп дұрыс емес түсініп жататындар бар. Соларға айта кетсеңіз, міндетті түрде айтишник болу керек па IT-лойер болу үшін? IT-лойер болу үшін сізге қажет емес. Сіз код жазуды да білмесеңіз де болады. Себебі сізге оны түсіну керек. Сіз егер түсінсеңіз, анықтай алсаңыз, ол сізге жеткілікті. Біз IT-лода IT-ға кіріспе деген сабақ бар. Ол жерде біз жаңа технологиялардың түсінігін түсіндіреміз, ішкі құрылысын түсіндіреміз. Сізге қосымша үйрену үшін бір-екі код жазуды үйретеді негізі. Ал былай код жазып, теріп, оны қарастыру қатты маңызды емес. Бір қосымша өз басымнан болған қызық бір жағдайды айта салайын. Бір мастер-классқа қатысқаннан кейін, ол біткеннен кейін маған 10-шы классымы, 9-шы класс бітірген бір бала келіп тұрған болатын. Ол менен IT құқыққа байланысты сұрақтар сұраған. Сөйтсе ол үлкен телекоммуникациондық
компаниямен заказ орындаған, ол сіз бір сайтқа кірген кезде сіздің телефон номеріңізді идентифицировать етпей алады екен да негізі. Одан кейін негізі ондай сұрақтарда ол программаны қалай жасады, ол оны қалай түсінді, ол өте маңызды емес, мүлде маңызды емес. Сізге тек қана оның қандай құқықтық мәселелерді қозғайтынын түсінсеңіз, ол сізге жеткілікті андай, қатты андай. Яғни қатты IT саласында терең білім керек емес, айтишник болу міндетті емес, код жазу міндетті емес, тек осы саланың жалпы қандай функциялар бар екенін білсе жеткілікті, иә? Яғни IT law дегеніміз сонда мен түсінгенім бойынша қазіргі онлайнға байланысты диджитал әлемдегі шиеленіскен құқықтық проблемалар шешуге арналған сондай маман, иә? Осымен біздің тікелей эфиріміз аяқталды. Егер сұрақтарыңыз бар болса, бізге дайректке жазсаңыздар болады. Мен сіздерге магистранттарға арналған чаттың сілтемесін бере аламын. Сол чатта магистратура туралы жалпы қалай оқуға түсу керек, тағы да тереңірек сұрақтарыңыз бар болса қойып, кешіктірмей жауаптарын ала аласыздар. Сіздермен бүгін болған құқық факультетінің магистратура бағдарламалары жөніндегі координатор Абай Мағауия болды. Сұрақтарыңыз бар болса, міндетті түрде күтеміз дайректке. Сау болыңыздар, келесі тікелей эфирлерде кездескенше. Сау болыңыз.